Бүгін біздер көркем жазу сабағымыздың бірінші күнін бастаймыз. Ол үшін бізге ең алдымен осындай дәптер керек. Көзі арнайы осылай сызылған дәптер керек. Осындай дәптер көбінесе абди дүкендерінде болады. Енді бүгін біздер О, А, Б, Д әріптерінің салыну жолдарымен танысатын боламыз. Бірінші О әрпін қалай саламыз? Дәптеріміздің тор көздің шетінен бастаймыз. О әрпін дөңгелетіп салатын боламыз. Екі клетка тастап, келесі тағы да О әрпін дөңгелеп саламыз. Тор көздің ішімен келесі тағы да О әрпін саламыз. Енді А әрпінің салыну жолы. А әрпін тап осы О әрпі сияқты етіп дөңгелектеп саламыз. Және де оның қолын салып созамыз. Осылай міндетті түрде созылу керек. Келесі екі клетка тастаймыз. Тағы да дөңгелек саламыз. Және де қолын салып созамыз. Екі клетка тастап, тағы да дөңгелектеп О әрпін салғандай етіп салып, және де қолын саламыз. Осылай етіп жолдың соңына дейін толтыруымыз керек болады. Келесі Б әрпінің салыну жолы. Б әрпіде осылай дөңгелектеп салып, О сияқты етіп, және де оның басын салатын боламыз. Мынаған тигіземіз. Екінші жолдың жаңа жиегіне тигізетін боламыз. Екі клетка тастап, дөңгелектеп саламыз. Және де басын созып тигіземіз. Келесі екі клетка тастаймыз тағы да. Дөңгелектеп саламыз. Және де басын созамыз. Осылай етіп жолдың соңына дейін салуымыз керек болады. Келесі Д әрпін саламыз. Дөңгелектейміз. Және де тармағын аяғын созып апарып, тармағын созамыз. Келесі екі клетка тастаймыз. Дөңгелектеп салып, аяғын созып, тармағын саламыз. Екі клетка тастаймыз. Дөңгелектеп, аяғын созамыз. Міне осылай етіп О, А, Б, Д әріптерін жолдың соңына дейін салып шығасыздар. Енді неліктен мына тармақтарын А-ның, Д-ның тармақтарын созды деп ойлауларыңыз мүмкін. Оны алдыңғы сабақтарда сөз жазғанда түсіндіретін боламын. Көркем жазу сабағымыздың екінші бөлімі В, Ж, Қ әріптерін салып үйренетін боламыз. Ол үшін дәптеріміздің мына шетінен бастаймыз. В әрпін саламыз. Басын шығарып кішкене, және де тор көздің ішіне толықтырамыз. Екі клетка тастаймыз. В әрпін саламыз. Екі клетка тастаймыз. В әрпін салып шығамыз. Осылай В әрпін. Келесі Ж әрпін салатын боламыз. Бірінші қабырғасын саламыз. Екінші ортасын және үшінші қабырғасын салып созамыз. Екі клетка тастаймыз. Тағы да бірінші және ортаншы бөлігін саламыз, және де үшінші бөлігін салып, қолын созамыз. Келесі екі клетка тастап, тағы да солай салып шығатын боламыз. Бұл жерде міндетті түрде тармақтары созылу керек. Келесі Қ әрпін саламыз. Бірінші қабырғасын саламыз, және де ары қарай салып, қолын созамыз міндетті түрде. Екі клетка тастаймыз, салып, қолын созамыз. Тағы да бірінші қабырғасын салып, және де қолын созамыз. Міне осылай етіп, дәптеріміздің жаңа мына жолдың соңына дейін толтырып шығатын боламыз, қолымызды жаттықтыру мақсатында.
Бүгін М, П, С әріптерінің жазылу жолын түсіндіретін боламын. Жолдың шетінен бастаймыз. Бірінші М әрпінің бірінші тармағын салып, және екінші тармағын салып, қолын созамыз тармағын. Келесі екі клетка тастаймыз, тағы да әдемі етіп салып шығамыз да қолын созамыз. Екі клетка тастап, бірінші тармағын, екінші тармағын және қолын созамыз. Келесі П әрпін салатын боламыз. Бірінші тармағын саламыз және де екіншісін салып қайырамыз. Созылады міндетті түрде. Екі клетка тастаймыз, бірінші қабырғасын салып және де созамыз. Екі клетка тастаймыз, П әрпін салып шығамыз. Осылай етіп, жолдың соңына дейін салуға кеңес беремін. Сонда қолымыз жаттығатын болады. С әрпін саламыз. Салып, қолын созамыз онда. Екі клетка тастаймыз, С әрпін саламыз, тармағын созамыз. Екі клетка тастаймыз, С әрпін саламыз, тармағын созатын боламыз. Осылай етіп, жолдың соңына дейін толтырамыз. Әрбір әріпті салғанда және өзінің басталу керек нүктесі болады. Біздер әріптің астынан бастап былай етіп бастайтын болсақ, онда біздің жаңағы әріпті салу элементі қате болып кетеді. Жазуымыз да соған қарай бұзылатын болады.